Сәлем достар, сіздермен бірге Нурик KZ. Мен сіздерге Dream League Soccer 2018 ойынына обзор жасайтын боламын. Бұл ойын өте қызықты ойын. Бұл футбол. Бұл ойында неше түрлі командалармен футбол ойнауға болады, және өзіңіздің командаңызды құрасыз. Сосын команданың атын өзгерте аласыз, логотипін де өзгертуге болады. Және ойыншылар сатып аласыз, және стадион істейсіз. Бұда менің ойнап жатқан Dream League Soccer 2018 ойыным. Бұл взлом ойыны, взлом. Бұл ойын взлом, және бұда менде ақша көп болады. Оригиналын жазуға да болады. Взломын мынандай ақша жинап көп қиналмау үшін жазып едім. Бұда стадион істеуге болады, міне. Өзгертіп бастаған кезде стадионның орындықтары осындай болып тұрады. Және оны көтересіз. Мен осындай болып қойдым. Бұл Барселонаның стадионы. Бірақ мен өзім Реал Мадрид командасына жанкүйермін. Міне, бұда тренировка істеуге де болады. Және настройка команда изменить форму істеуге де болады. Бұл мен Реал Мадрид жанкүйер болғасын, Реал Мадридтің формасын істедім. Сосын бұда ойыншылар сатып алуға болады. Және өзіңіздің командаңызды құрасыз. Менің командамда ең басты командам, составым осы состав. Бұда менде Роналдо бар, Неймар бар, Месси бар, Салах бар, Гризман бар, Дибала, Марсело, Рамос, Баран, Родригес, және Баратарис, Де Гея. Хамис Родригес Реал Мадридте ойнаған. Маған оның ойыны өте қатты ұнайтын. Ол бірақ Баварияға кетіп қалды. Бірақ мен әлі де Хамис Родригеске жанкүйермін. Мен сіздерге бұл ойында тағы да бір жақсы жері, өзіңіздің күшті гол салғандарыңызды сақтап қоюыңызға болады. Міне біреуін көрсетіп кетейін. Бұда сосын гол салған кезде бір-біріне жақындап, қуанып, құшақтасып сөйтеді. Бұл міне бәрін алдап кетіп салған голым болатын. Бұда неше түрлі голдарым бар, және кім қымбат ойыншы, кім арзан ойыншы, кім қалай ойнайды, бәрі жазылып тұрады. Ең қымбат ойыншы Альваро Мората 3255 теңгеге тұрған. Ең көп гол салған футболист ол Криштиану Роналдо 67 гол салыпты. Ең тез гол 3-ші минутта Гарет Белл салған. Мен 4 кубокта 5 кубок жеңіппін. Матч дивизиона ретінде 2 рет жеңіппін. Ал дивизион академияны 1 рет, кубок Мирового визова, элитный кубок дегендер жеңіппін. Және бұяқта неше рет ойнағаның, неше гол салғаның, мен 58 рет ойнап 228 гол салыппын. Бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Сосын неше рет ұтылғаныңнан, неше рет красный алғаның бәрі жазылып тұрады. Бұл жақсы ойын. Сіздерге осы ойын жазуға кеңес беремін. Мен сіздерге қалай ойнау керегін көрсетіп кетейін. Бұл ойында ауа райы әртүрлі болып тұрады. Кейбір кезде жаңбыр жауып тұрады, кейбір кезде қар жауады, кейбір кезде күн ашық болып тұрады. Осы ойын графикасы әдемі. Месси, Роналдо. Повторын көруіңізге болады. Және ойыншыларды 3 рет қана замендестіресіз. Сосын красный алса
Ona oyuncu oynaytın болады. Bu da ne? V pas, A udar, S ne көтеріп тебу. Men осы ойын бүткесін қалай ойнау керегін бәрін айтып кетемін. Қалай болғанын айтып кетемін. Gol. Men 5 gol saldım. Yani bu mening o'ynab o'tgan Dreamliga Soccer 2018 бұл бұзылым. Бұзылым болғандықтан неше түрлі футболистер сатып алуға болатынын білесіздер. Сіздер де осы ойынды жазғыңыз келсе плеймаркетте Dreamliga Soccer 2018'de іздесеңіз болады. Ал бұзылым жазғыңыз келсе, мен өзім келесі видеода бұзылымын қалай жазу керек екенін шығаратын боламын. Келесі видеоны күтіңіздер. Сосын не айтсам болады. Достар, біз ұттық. Есеп 7-0. Лучший игрок матча Лионель Месси. Месси осы ойында 3 гол салды. Салах 1 гол, Роналдо 1 гол, Неймар 2 гол салды. Месси шабуылшы ретінде жақсы ойнайды. Қарасаңыздар міне. Ол тек шабуылшы ретінде ғана ойнаған. Артқа түк қайтпаған десекте болады. Жеңген үшін 14 теңге, гол салған үшін 14 теңге, сухие матчи үшін 3 теңге береді. Міне осы, міне қарасаңыздар, міне финалға шығу үшін мен Ливерпульмен ойнайын деп жатырмын. Маған сәттілік тілеп отырыңыздар. Мен осымен видеомды аяқтайтын боламын. Бұл бұзылым мен ойнап отқан ойыны бұзылымын жазғыңыз келсе, келесі видеоны күтіңіздер. Мен келесі видеода бұзылымын қалай жазу керек екенін шығаратын боламын. Қош сау болыңыздар достар. Сіздермен болған Нурик KZ.